Саба шерифіңіз хайырлы олсын. Декабрьнің 12-сы Қарамыш халінің 1384 күні студияда Мавире Мұхтарова чылышам. Қырымда саба кейіне тінтулерінен башлады. Бұл сефер ішхалжелер Ичкі районының урожайны көйінде ешаған Ибраим Османовға келді. Бұл уақытта Қырым бірдемлігі бірлешмесі білдіре тінту саат 7-де башлады. Наркотик қыдырыла екен тінту бірден 2 қомшайвынды кечірілі. Ибраим Османов евде йоқ, ол махкеме отырушыларына фаал бара ве саяси мобюслерінің құранталарына ярдым етем. Рустем Усманов 10.000 рубле пара жазасын алды. Бұл қарарны Бақчысарай районының ишғалжы махкемесі чықарды. Қырым татар жемат эрбабына қанунсыз акцияларда иштирак етмесінде қабатлайлар. О Қырымлы Сейдамет Мустафаевның евінде тінту кечірмеге кедер еткен екен. Рустем Усманов тінтулер вақтында машиналар ве елжыларының еліні қапатханыды деп айтылы. Махкеме топлашуы қапалы олмаса да келген 30 адамдан тек 2 яқын сойына кірмеге изін берілді. Адвокатлар Ерлі апелляцион махкемесіне ве Авропа инсан ақлары махкемесіне ариза азырлай. Пришли к моему племяннику Османову Рустему домой. Прямо из дома забрали и увезли в РОВД. В наше время творится такой вот беспредел. Естественно, будем обжаловать в апелляционную инстанцию и в дальнейшем в Европейский суд по правам человека. Қырым бірдемлігі ішғалчы әкиметінің 5 қырымлыға берген пара жазаларына одеді. Кремль незаретіндегі ішғалчы махкеме 10.000-ден 20.000 рублеге қадар пара жазаларына белгілеген еді. Бұл қанунсыз митинг үшін жаза екен. Октябрьнің 11-інде ФСБ ве полиция Қырым татарларының евлеріне келді. Аққұрчалайжы Сервер Мустафаевның білдіргеніне көре пара жазасына ұғыраған 3 кіші Рифат Асанов, Ильнур Асанов и Эрнест Ибрагимов Хизбут Тахрир давасы чәршевесінде махкум етілген Марлен Асановның яқын сойлары ола. Дайкысы Руслан Белялов и Искендер Люманов даваның дегер мабюсы Сейран Салиевның еві янында тұтылғаны да. О вақыт Русия күтлеви хабер васталары Бақчысарайда Хизбут Тахрир бөлігі тамамен йоқ етілді деп білдіргені да. Авропа бірлігінің қарарындан соңда 4 мемлекет ақияр валесі Дмитрий Овсянниковны көрсетмемеге қарар алды. Қарадақ, Арнаутлық, Норвегия ве Украина Авропа бірлігінің Қырым меморына қаршы көрсеткен шақси санкцияларға қошылды. Дмитрий Овсянниковның ады жедвелде ноябрьнің 20-сінде пейда олды. О бұны адалетсіз деп сая. Авропа бірлігі ярымада ішғалінден соң Русияге қаршы санкциялар көрсетіп башлады. Август айында оларны 2018 сенесі март айына қадар ұзаттылар. Алазырда Украина топрақ бүтінлігінің бұзылмасына алақасы олған 150 шахыс ве 38 тешкелят қара жедвелерге оғырады. Ишғалжелер өжіреті Қырымның Ишғалжы елбасшысы Сергей Аксенов коммуналь қызмет фиятларына арттырмаға вали етті. Келешексіне январьның 1-ден июльның 1-не қадар Қырымлылар 2 қат зейде төлешеклер. Бұңанда Ирвисиқа Москва незареті алтындағы акимиетінің сайтында дерчетілді. Бұндан әвері Қырымның иқтисадият инкешафы Ишғалжы Назир Андрей Мельников елінің башындан башлап коммуналь қызмет фиятлары 10%-ға артты деп білдірген еді. Умумен бұл сене июль айынан башлап Қырымда электрик энергиясы ве қыздырып 15%-ға, су фияты 9%-ға, газ ісе 2%-ға паллашты. Шымдылық бұл соңғы хабарымыздар эфирна саба яйыны девам ете. Аты әрелі олыңыз.